негізі уайым, қайғы, қасіреттің емі қайтпас қайсар жігерлік. Алдыға мақсат қою керек, қайтпас қайсарлық жігерлік таныту керек. Алдыға қойған мақсаттарыңызға жету үшін жігерлік таныту керек. Сонда ғана мақсат армандарыңызға жетесіздер. Есімім Мұхит, Кадарахын Мұхит Көшербайұлы. Жасым 32-де. 2007 жылы 18 жасында суға түсемін деп мойын омыртқадан жарақат алып, 5-6 омыртқадан S5, S6 омыртқадан алып, парализовать етіп қалдым сол жылдан бері. Мен негіз 18 жасыма дейін балалық шағым Қызылтоған ауылында өтті, Көксу ауданы Қызылтоған ауылы. 9 классқа дейін Қызылтоған ауылында оқыдым. 11 класты Алғабас орта мектебінде бітірдім. 11 класс бітіргеннен кейін сырттай оқуға түстім, заң колледжіне. Оқуды бітіріп, әкеммен бірге Алматыда құрылыста жұмыс жасадым. Содан кейін өте отан алдындағы борышымды өтегім кеп, армияға барып келгім келді, өте қатты настрой болды. Содан кейін күзде ақталып қалдым военкоматтан. Соны актын жөнді өтейін деп жаздым басында енді алдағы жылда кетейін деп. Кировскға кеп, врачқа кездесіп, уколдар алып, күзде кетейін деп. Содан кейін ауылға барып, июньнің 20-сы күні болатын, тура сол күн травма алған күн. Ыстық күні ауылға бара сап Кировскадан бауырым екеміз, ініміз екеміз өзенге суға түсуге бардық. Сол жерден доп ойнадық, ПЖ деген біздің ауылда көпірдің асты бар, суға түседі. Жазда ауылдың балаларын барлығы. Соны доп ойнап атық, доп кетіп қалды судың жағасына, қамыстың арасына. Соны доп кетіп қалды, допты асығып қамыстың арасында допты лақтырдым да, барған жолыммен қайтуға болатын еді негізі. Соны асығып қамыстың арасын бүйтіп қолмен аштым да, асығып суға сүңги салайын дедім де. Қамыстың арасында жылан болады, сондай ой болды да, жылан шығып, қайтар жолымда сол жолмен қайтсам, жылан шығып қалады дегендей ше, жылан шығып қалады деп. Астықтым да, қамысты қолмен аштым да, бір суға бір жарты метр дейін ма, бір жетпей тұрдым. Асығып сүңги салдым, сүңгіп қалып едім, тарс ете қалды сол кезде. Сөйтсем судың астына тас болған екен да сол кезде. Балам 2007 жылы алғаш рет осындай травма алып, осындай жағдайға түскен кезінде бізге өте қиын болды. Елден уже балам 4 жыл болды дегенде жаңағы адамды жек көріп, сонша уақыт деп айтқан ай деп, ертең балам тұрып кететіндей көрінді маған. Уақыттың дегеніне көнесің, не биыл 14 жыл болады. Бірақ балам ешқандай неге берілген жоқ. Басқа кезде болды, кейіннен өзін өзі ұстап, қанша несі болса да ішіндегісін бізге көрсетпеуге, білдірмеуге тырысты. Сендім, балам алдына мақсат қоя білді. Мен осылай құры жатып қалмауым керек. Мен қолымнан келгенді істеуім керек, ел қатарлы өмір сүруім керек деп ешкімге қол жаймай, ешкімге тәуелді болмай, өз еркіменен қазір интернетте неше түрлі бағдарламалар бар ғой. Соның бәрін телефон арқылы бәрін көріп, менің қолымнан мынау келеді деп өз өмірге қарай талпынды. Сол біздің де көңілімізге қарамай, кейде біздің көңілімізді ауыртатын кездері болды, мінез құлқы өзгерді. Оның кейін бұл ашуланшақ болып, кейіннен өзі ылғида неше түрлі кітаптар алып, кітаптар оқи бастады. Күндіз-түні кітап оқып, өзін өзі жігерлендіріп, ой өрісі басқаша болып қалыптасты. Травма алған кезде 2007 жылы басында жаттым ғой, депрессия болды. Үйден шықпадым, даже есіктің алдынан да шықпайтын. Есіктің алдына шықсам, көшеден біреу келе жатса, ойбай, үйге кіргізіңдер деп бәрі елдің бәрі маған қарап тұрған сияқты үйге кіріп кететін да. Сол кезде енді әкемнің класстасы келдік. Сол кісі келіп қалым сұрап сол кезде айтты да, кітап оқымайсың ба, кішкене көңілің не қылады деп
көз ойламайтын енді мынандай жағдайда қайда кітап оқыған дегенде ішімнен ойладым да. Содан кейін Ілияс Есенберлиннің көшпенділер оқыдым. Негізі қазақтың тарихы жазылған ғой. Ішіне оқысаң кәдімгідей кіріп кетесің. Bir кітаптың ішіне неше түрлі кино түсіруге болады да, батырлар туралы, хандар туралы, жаңа түнделетіп түнімен ұйықтамай оқыған күндер болды. Көшпенділер кіріп кеттім кәдімгідей. Соң Абай жолын оқыдым. Абай жолын оқып, әр қаладан өзіміз сияқты тағдырластар Қоларбада отырған келе танысамыз, достар болды, танысып, дос болып, жаңа туған күндерге әркімнің туған күні болады, туған күнге жиналып, өміріміз өзгере бастады. Қалаға шығып, бұған дейін жаңа үйден шықпайтынбыз ауылда тұрған кезде. Қалаға келіп, ары бері шығып, халықпен араласып, жаңа Роза Ақжаркенова тәтемізге рахмет айтам, ерлік мүгедектер қоғамына. Сол кісіге барып, үйде жатпау керек, сыртқа шығу керек, оқу керек деп мотивация беріп, содан кейін шығып, жаңа асарға барып дайындалып, асарға келгелі жаңағы жаттығулар жасап, оңала бастады денсаулығымыз негізі. Травма алғанға дейін жаңағы достарымыз болды ғой, араластық, сыйластық. Травма алғаннан кейін де жаңағы ауырлығымды жеңілдетейін деп қал жағдайымды сұрап тұрды, бірге араласып тұрды, сыртқа шығып тұрдық. Келіп қалым сұраған достармен әлі де араласам. Рахмет барлығына. Енді келмей қалған, араласпаған ондай жігіттерге, достарымызға реніш жоқ. Негізі әркімнің өзі жұмысы бар дегендей отбасылық жағдай болады. Қазір де араласып тұрамыз. Рахмет. Бала кезден бастап жан достар бар араласып тұратын. Әлі араласып тұрамыз. Қазіргі кейін кезде тағдырлас достар бар әр қаладан, олармен араласып тұрамыз. Негізі страховкаға водительдің иіні және гос номері болса болды. Номерді айтшы, номерді. 775, сеней как надо. 705. Болды. Мен жерде аты жөні не шығады? Класс шығады, 5-ші класс екен. Право ала салған кезде негізі 3-ші класс болады. Ең жаңа класс жоғары болған кезде водительдің 13-ші класс болады. Есептейміз. Есептегеннен міндетті сақтандыру негізі 10% скидкамен жүреді. Елдің көбісі водительдер жаңа міндетті сақтандырумен жасайды ғой. жылы Атамекенде бастау несінде оқып, сертификат алдым. ИПА ашып, жол картасы 2020 бағдарламасына қатысып, қайтарымсыз грант ұтып, электроподъемник жасадық, қуат деп аталады. Бұл подъемник негізі өзім сияқты тағдырластарға өте қажет. Мысалы, біз төсектен өзімізден киініп отыра алмаймыз, киіне алмаймыз, өзімізден төсектен Қоларбада отыра алмаймыз. Біз сияқты Қоларбада отырған жандарға және инсульт алған жандарға көтеріп отырғанға, төсектен коляска отырғанға, машинаға отырғанға, ваннаға түсіп, жуынғанға керек өте. Негізі әр үйде болу керек. Бұның көмегімен көтеріп отырғызуға болады. Орталық азиялық овчарка дейді, азиат төбет қой. Өзі төбет бала кезден ит асыраған жақсы көреміз. Көшеден кішкенде күшік көрсек те үйге жинап алатынбыз. Қазір азиат қазақи төбетті асыраған жақсы көреміз. Алабай дейді. Қазір алабай бар. Күшік кезден асырап біреу сыйлап еді, дос бала Шымкенттен. Соны асырап бос кезде арасында прогулка жасап тұрамыз. Ары бері жүргізу керек. Жүргізбесе болмайды. Травма алған кезде, басында депрессия болған кезде қалаға шықпайтынбыз ол кезде қоғамға. Қазір қалаға келгелі реабилитационный центрға қатысып, достармен араласып, тағдырластармен оқып, жұмыс жасағалы, ондай уже қысым болмайды психологически. Қысылмаймыз. Қазір шығамыз, жүре береміз, базарға барып, өз киімімізді өзіміз аламыз, жаңағы жұмыстарымызды өзіміз бітіреміз. Атамекенге болсын, басқа тағы жұмыс орындар бар ғой, сол жерге барып
жүре береміз өзіміз, ешкімнен ұялмаймыз. Енді қоғамның ерекше күтімді қажет ететін жандарға көзқарасы әртүрлі, әркімнің тәрбиесіне байланысты ғой. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді, біреу үркіп қарайды, ал біреу отбасында сондай жағдай болғаннан кейін мысалы түсінетіндер түсінеді, көмектесейін деп қол ұшын созып жатады, ал кей кісілер қорқақтап жатады да. Мысалы мүмкіндігі шектеулі жандардың арасында бізге не қажетті, қоларба, үйдің кезегі, мысалы үйдің кезегінде тұрған кезде 797 очередь болып тұрғам. Жай жылжиды, 10 жыл болды. Қазір 482 очередьте тұрмын. 10 жылда 200 орын ғана жылжиды. Сол үйдің кезегі тезірек жылжыса екен деймін. Жылына 20 адам ғана. Кей жағдайларда жаңағы Талдықорған қаласынан өзіміз сияқты тағдырластармен араласамыз ғой. Бір-бірімізді танимыз, сонда естиміз. Кей кісілер бізден кейін алған, травма алған кісілер жаңағы кіріп кеткен, мысалы бізден бұрын тұр да, уже бізден жоғары тұр очередьте. Сол қалай деп таңғаламыз кейде. Ертерек жылжыса екен, үйден кезегі үй берсе екен дегендей. 4 мүшесі сау адамдармен бірдей өмір сүрсін. Сол үшін балаларыңызға қолдау көрсетіңіздер, ойлаған армандарына жетсін. Ата-аналар әрқашанда қолдап отыруымыз керек. Үйде 4 қабырғаға қарап осындай балаларымыз жатып қалмау керек. Қоғаммен араластырып, елмен араластырып, кәдімгі тең правалы, ешқандай шектеусіз өмір сүруіне көмек жасауымыз керек. Негізі уайым, қайғы, қасіреттің емі қайтпас қайсар жігерлік. Алдыға мақсат қою керек, қайтпас қайсарлық жігерлік таныту керек. Алдыға қойған мақсаттарыңызға жету үшін жігерлік таныту керек. Сонда ғана мақсат армандарыңызға жетесіздер. И вот так еще один кадр чуть сейчас. Он да өзің. Ой, класс. Вся адаптация головы. По мне тогда. Вы куда? Он хочет тебе показать там место. А! Қарагөз. Медленно. О.